Assalamu alaikum dostlar. Kasper Құпия каналына hoş geldіңіздер. Оның жүргізушісі Нұржан және Досжан. Assalamualaikum жігіттер. Бүгін bir керемет видео түсіруге келдік. Газ оборудование саласын тексеруге келдік. Бұл оборудование қанша тұрады? Жалпы нарқы қандай? Қанша уақытта өзінің құнын ақтайды? Және де газ қайдан келеді? Газ қаншадан келеді? Маржасы қанша? Күніне болмаса айына қанша ақша табуға болады? Бұл керемет бизнестің түрі. Сол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Керемет құпиямен бөлісетін боламыз. Достар, таныс қойыңыздар, Бахтияр бауырымыз оборудование мен газ орнату жабдықтарын сатып жүрген бауырымызбен таныс қойыңыздар. Бахтияр бауырымыз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қайсыздар, жастар ма, мастар ма? Алдында қандай кәсіптермен айналысқан едіңіз? Осыған дейін осындай газ дистрибуция компанияда істегем, инженері болып. Бұндай кәсіппен осы жұмысты тоқтаған соң айналыстым. Астанада бастадық жұмысты. Сол жерде қыр-сырын үйреніп, Шымкентке келіп, Шымкентте жалғастырдық. Және қазір өзіміз жеке фирмамыз бар. Осындай газ орнатумен АГЗ дейді. Моноблок дейді. Жаңағыдай осындай заправка істеп сатамыз. Және өзіміз заправкалар бар. Қазір таңда 1-2 заправкамыз бар. Және үйге газ қоюмен айналысамыз. Және де бұл жұмыстарды істеуге біздің мемлекеттік аттестация алғанбыз. Документ жағынан. Бұл біз газопасная работа дейді. Мысалы газға байланысты жұмыстар істей береміз. Жаңағыдай промбез, промышленная безопасность дейді. Ол жаңағыдай өнеркәсіптік қауіпсіздік. Соны аттестаты болады. Каждый адам айналыса алмайды бұл жұмыспен. Өзінің арнайы аттестаты бар, соларды істеп жұмыс жасаймыз. Бұл кәсіпте жүргеніңізге қанша жыл болды қазіргі таңда? Қазіргі таңда 12 жылдай болды жалпы тәжірибем газ бойынша. Век живи, век учись дейді, бірақ күнделікті үйрену үстіндеміз. Кейбір заттарын тағы да заман өзгеріп бара жатқан соң, каждый заты обновляться етіледі. Ол құрылғылар, ол әртүрлі жаңағыдай технологиялар мысалы. Солар дамыту үстіндеміз. Қазіргі таңда мысалы мынау 5 кубтық моноблок жалпы айта кетейін. Бұл жерде ол моноблок дегеніміз ол бір жүйе, бір тұтас жүйе деген сөз. Ол мысалы осыны көтеріп басқа жерге апарып қоюға болады. Переносной. Ауыстыра берсек болады. Және бұл бочкадан тұрады жалпы айта кетейін. Және колонка дейді, құятын колонкасы, машинаға заправить ететін. Насос өзінің құрылғылары бар. Сондай. Газ қай қалалардан келеді? Өзіміздің Шымкентте, Қазақстанда өндіреді ғой, иә? Бұл жиженый газ, бұл сұйық газ, бұл природный газ емес. Жаңағыдай, бұны тек сақтауға арналған осылай машиналарға жүргізуге ыңғайлы газ болғандықтан, осылай сақтап, тасымалға ыңғайлы болғандықтан осылай сатады саудасы. Қазақстанда нефтеперегонный заводтар бар, 3 қалада бар, мен білетін. Сол заводтарда өңдейді. Мысалы газды жиженый түрге ауыстырып, оны жаңағыдай ГНС дейді, газонакопительный станцияларда апарып, солай сатып алып елдерге сатады жаңағыдай. Как бы системасы бірінші заводтан кейін ГНС-ке барады. Одан соң жаңағыдай заправка моноблоктарға барып, содан кейін уже елге тұтынуға жіберіледі ғой. Бұлай автокөліктерге. Мысалы қазір бочка қоймай природный газды тартып осылай сатуға бола ма өзі негізінде? Жоқ, ол жағы олай болмайды, себебі өзінің құрылымына байланысты газдың олай істеген болмайды. И тасымалдауға келмей қалады ол кезде. Природный газдың құрылысы бөлек. Мына газ, жиженый газдың құрылысы бөлек, сұйық газдың. Тоқ жағынан мысалы 220 или болмаса 380 қай жағынан тоқ жағынан болу керек? Тоқ бізде істетілетін құрылғылар 220-да бар и 380-де бар. Сондықтан 380-де қойған выгодно, тиімді болады. Ол мысалы асинхронный двигатель 380 вольтты қажет етеді. Бұның қуаты енді 10 киловатт жобасында ғой қуаты. Газ қай қалалардың газдары нашар?
или болмаса Өзбекстандан келетін газдар нашар ма, өзіміздің газ нашар ма, или жақсы ма, сол жағынан айтып кетсеңіз. Бізге Өзбекстаннан келмейді газ. Газ осы Шымкент облысын алатын болсақ, оңтүстік Қазақстан облысын, Түркістан облысын. Бұл жерде Шымкенттің нефтеперегон заводы бар, мұнай өңдейтін заводы. Сосын Қызылордадан заводтар бар. Сол Қызылордадан заводтарынан екі қаладан келеді осында Шымкентте. И Шымкенттікі газы жаңағыдай бутаны көп газ болып саналады. Ол пропан бутан қоспасы ғой бұл, сұйық газ дегеніміз. Бутаны көп, испаренияға жаңағыдай сәл әлсіздеу болып келеді олар. Қызылорданың газы ол пропаны көп, жаңағыдай сәл жақсы жанады. И сол себепті оның жаңағыдай сапасы да дұрыс болады. Документ, қазіргі таңда документ жағынан проблема. Ол документ жағы қалай болады? Мысалы, біз алып қоятын болсақ. Бұл бизнесте документ жағынан проблема жоқ. Бүкіл заң аясында, мысалы, паспорт сасуда болады. Осы нені. Сіз өзіңіз негізі документ бересіз бе, или өздері жинау керек па? Сізден оборудование сатып алатын болса, документті қалай сіз бересіз бе, или өкіметтен сондай жинау керек па, қалай өзі? Біз документ шығармаймыз. Біз әр заттың құрастырмалы болғандықтан, әр заттың өзінің документі болады. Сол документтер жинап, жаңағыдай мемлекеттік тіркеуге өткіземіз. Ол промышленный без комитет бар, сонда тіркеуге қойылады. Мысалы, осы адресте арендаға алатын болсаңыздар, жерді сол адрес бойынша тіркейді. Осындай жерде газ заправка бар деген сияқты. Оның проекті сызылады, жаңағыдай қалған жұмыстары бар. Бүкіл жұмыстарын істеп, мемлекеттік тіркеуге қойылады ол. Локация жағынан ол да тоже проблема. Локация қай жерден таңдаған дұрыс? Заправканың жанынан ба, или болмаса жолдың бойынан ба деген сияқты. Қай жағы дұрыс болады ол? Енді локация жағы әрине жаңағыдай потребительге, тұтынушыға жақын тұрған дұрыс. Ол мысалы заезд болу керек, кіріп шығатын жер, ыңғайлы болу керек тұтынушыға. Кіріп кететіндей. Кіріп көп машина жүретіндей, мысалы таксистердің көп жүретін кісі, мысалы көп қозғалатын кісілер көп машина келе алатын болу керек қой. Мысалы трассаның жанына қоюға болады, ауылды мекенде, елді мекендерге қоюға болады, газ жоқ жерге. Ауылды елді мекендерді атап өтетін болсақ, мысалы көп өңірлерде газ жоқ, природный газ. Көпшілік жаңа немен қолданады, жижені газды қолданады, сұйық газды. Сөйтіп, ол жерде екі түрлі выгода бар. Бірінші жаңағыдай машина, автокөліктерді қамтамасыз етесіздер газбен. Екінші үйлерге газ баллондарды заправить ететін. Жаңағыдай екі жағы бар да. Бұл бизнеске бастапқы қаржы, мысалы мына жерде қарап тұрсақ, кішкентай бочка сияқты. Басқа жерлерде байқағанымыз екі бочка сондай қойып. Бұл ең аз бочка ғой бұл, или бұдан кішкентайлар да бар ма? Иә, негізі бұдан кішілер де бар. Практикада кездеседі ондай. Бірақ қаланың ішінде егер сізде 5-6 точка болса, кішкентай немен бастаған дұрыс. Бұл тура осы кішкентай кубты, бачокты мысалы алып қоятын болсақ, бастапқы қаржы қанша ақша кетеді? Документ жағынан полный, бәрін средний чек. Енді жалпы айтқанда 4 миллионның шамасы кетеді бастауға. Оның ішінде оборудование, жаңағыдай үйшігіңіз, жаңағыдай оператор отыратын жер, и бастапқы газды айналдыруға керек ақша. Ол 4 миллионның жобасы. Өңірлерге байланысты ол әртүрлі болуы мүмкін, себебі газдың бағасы әртүрлі. И жаңағыдай сол 4 миллион жобасы керек қой. Күніне қанша теңге табуға болады? Мысалы, осы бір кубтан средний күніне. Мұнда оператордың барлығын ақшасын есептегенде примерно пайда. Мұнда негізі бұл тиынмен жиналатын сауда болып келгендіктен, бұл жерде барлығы литрға байланысты. Қанша литр күнделікті сауда болады. Соған байланысты, мысалы өтімге байланысты ол. Өз кезегінде өтімге байланысты. Мысалы локациясына байланысты 7-000-8-000 литр өтетін жерлер бар. И в общем 1,5-мыңнан асса ол уже пайда бар.
1,5 мың литрден асып уже жаңа 7-8 мыңға барса күн айына шаққан кезде миллион жобасы болады ғой. Иә. Негізі 300 мыңнан миллионға дейін табуға болады. Жарнама түрлері, мысалы, сіздерде қарап тұрсам мынандай, осылай реклама түрлері сияқты. Басқа да жарнама түрлерін, қандай түрлерін қолданған дұрыс? Енді бұл қаланың іші болғандықтан жаңа заправка АГЗС ол көрініп тұр. Бұған особо рекламада қажет жоқ. Бұл жерде реклама ол түнде машина өткен кезде көріну үшін ғана қойылады. Аса қатты рекламаны да талап етпейді. Бірақ енді ашылған кезде, енді бастап ашылатқан кезде рекламаның қай түрін болса да істетуге болады. Енді мынау наружный реклама болып келеді. Мысалы газдың бағасы мен газ екені көрсетіліп тұратын. И освещение. Түнде освещение болса, мысалы жарық, уже алыстан байқайды клиент. И реакция болады. Осы жерде газ бар деген. Газ негізінде машинаның моторын құртады дейді. Көп адамдардан естиміз. Бірақ енді газдан бұзылып жатқан машинаны өз басым айтар көрмеппін. Ол жағынан қалай айтасыз? Газ бұл өте тиімді отын болып саналады. Машинадан арзан болады. Сол сияқты ол тиімді, сол экономия жағынан. Қалған жағын мен айта алмаймын. Себебі мен моторист емеспін. Газын жаңағыдай ашып-шашып көрмеген адаммын ғой моторды. Газдан бұзылыпты дегенде естімеппін сонда. Бірақ фильтр толады. Себебі бұл газ сұйықтық болған екен, ол фильтрге мысалы енді ішінде производство болады, кем-кетік заттар болады, сол фильтрді толтырады. Ол фильтр деген ол расходник, істетіледі, ауыстырылу керек. Бір километражында өзін ауыстырылу керек. Қалған несін білмеймін, айта алмаймын. Мына бір бачокты күніне қанша толтырып тұрасыздар? Или болмаса аптасына деген сияқты. Бұл енді сол өтімге байланысты ғой. Күніне 7 000 литр кететін болса, енді максимум. Бұл мысалы бір күнге де шыдамайды. Ол барлығы бочканың объемына байланысты, бірінші. Ішіне қанша газ құйылады. Әр жерде әр түрлі өтім. Сол себепті мысалы дәл осы жерде айтатын болсақ, бір 3-4 күнде ауысады, құйылып тұрады. Себебі бұл жерде уже ар жақта газ бар, одан кейін газ бар, локацияға байланысты да. Газ жоқ жерлерде бір өзім білетін елді мекендерде 3-4 мың литрға дейін сатылады күніне. 7-8 мың литр сататын жерлерде бар. Енді сол 1,5 мыңнан 3 мың литр, 7-8 мың литрге дейін ғой негізі жалпы. Осы арасында ойнайды. Локацияны сол енді кәсіпкер өзі табу керек. Логистика жағынан мысалы КамАЗдар келіп толтырып кететін сондай сияқты. Ол жағынан өзімізде, мысалы, өзіміз ашатын болсақ, техника болған дұрыс па, или болмаса жалдамалы шақырған дұрыс па? Енді жалпы алғанда техниканың болған дұрыс, себебі тәуелсіз боласыздар. Жаңа техникасы бар кісілерден. Ол бірақ онсыз да бастауға болады. Шымкент қаласында техникадан проблема жоқ. Иә, бұл жерде жаңа ең басты несі газдың болып тұруы и өтімнің болып тұруы. Осы екі не болса жаңағыдай проблема жоқ одан. Басқа қалаларда мысалы проблема болуы мүмкін. Себебі басқа қалада басқа заң, басқаша адамдар. Сол себепті проблема болуы мүмкін. Конкурент жағынан мысалы ол жағынан қалай айтасыз? Өзіңіз мысалы газ оборудованияларын орнатып жүрсіз, сізден басқа конкуренттер бар ма Шымкентте? Шымкенттен жалпы бар ондай кісілер. Иә, естиміз бар, бірақ жаңа промбез аттестаты бар ма жоқ па білмеймін. Қазақстан бойынша да бар кісілер орнататын. Енді біз өзіміз жұмысымызды білеміз, сапалы болғандықтан бізге кісілер келеді. И местоположение. Мысалы, бір жер алыс, бір жер жақын деген сияқты. Сол себепті. Қазақстанда бар, ондай кісілер бар. Жалпы мына Бакенің екінші точкасына келдік, газ заправкасына. Жалпы Баке мынау негізі документ жағын айтып кетті қой, жаңа бұл негізі кімде тексереді? Бұл объект негізі өрт қауіпті объект болғандықтан бұл жерде өрт қауіпсіздік ережелері сақталу керек. Газ ол жанарда жарыла алады.
Сондықтан мынау пожарный безопасность сақталады. Бірінші очередь ол құм бар, ол огнетушитель, өзіне керекті заттары бар, солар бәрі сақталады. Кез келген газ заправка ол жаңағыдай заземленный болу керек. Ол электроэнергия жағынан да проблема болмау керек қой. Сол себепті бұл жерді тексеретіндер тек сол қауіпсіздік жағынан тексеру керек. Қауіпсіздік тек қана получается пожарный тексереді, иә, тағы да басқа. Енді кез келген бизнес ол налоговый жақтан қадағаланып отырады. Іште аппарат, учет аппарат болу керек сатылу жағынан. Жалпы мына тұрғын үйлерден қаншалықты ұзақтық, арасы ашықтық қанша ұзақтық болу керек? Мысалы 30 метр, 40 метр дегендей. Или қай жерде жаңа мысалы мына жер бос жер ғой. Жаңа қала жерлерде қаншалықты жаңа үй тұрғындардың арасында жаңа қанша ұзақтық болу керек? Соны айтып кетсеңіздер. Бұл заправка қою үшін қойылатын жерге өзінің талаптары бар. Мысалы бизнеске арналған жер болу керек и жаңағыдай назначение АГЗ-ге арналған болу керек. Газ заправка немесе бензин заправканың қасына қоюға болады. Үйлерге жақындатып қоюға болмайды, себебі өзінің опасностьтері бар. Жаңағыдай опасный объект, сосуд под давлением болғандықтан, газ заправка болғандықтан, 30-40 метр сол жобада алыстыру керек үйлерге. Мысалы сіздер қазір мынау заправка жан жағыңызда бензин заправка жоқ. Бұнда қалада да любой жерге қоя беруге бола ма, не жалпы негізі? Назначениеге байланысты ғой, жердің назначениесі. Жердің назначениесі. Қазіргі таңда жалпы қанша заправка аштыңыздар? Бізде қазіргі таңда өзіміздің 2 заправкамыз бар. Жаңағыдай сатылып жатқан заправкалар 20-30 шақты болып қалды қазіргі таңда. Сіздер негізі Байкемдердің бизнестері жалпы мына газ оборудование жасау. Жалпы сіздерге мына егерде бұл бизнес қызығатын болсаңыздар, мына газ оборудование сіздерге жасап береді, келіп қойып береді, гарантиясын береді 1 жылға и жаңағыдай қай жерге жаңа минус плюстері косяктері шығатын болса, келіп жаңағыдай тех обслуживание жасап береді. Жалпы мынау мысалы айтып кететін болса, мынау мысалы мотор егерде күйіп қалатын болса, күйіп қалатын жағдайда мысалы мынау бір система істемей қалса, оның келіп любой кезде жаңағыдай түсіндіріп кетесіздер ме или оқытып бересіздер ме жалпы клиенттерге? Біздің клиенттерге гарантия беріледі ол заттарға. Мысалы завод изготовителдің 1 жыл гарантиясы бар насостарға, жаңағыдай насостный агрегат пен колонкаға. Біз құрастырғаннан кейін біз жақтан оның герметичностіне гарантия береміз. Ол системаның жұмыс істейтініне гарантия береміз. Кейбір клиенттерге біз подключка істеп бере аламыз, себебі әр регионға жіберген кезде ол регионға барып қосып беру жұмыстары да бар. Кейбір клиенттер өздері қосады, кейбіреулеріне жақын жерге келісім бойынша өзіміз барып қосып бере аламыз. Жалпы Багет ағада газ заправка егер құпия болмаса, қаншадан аласыздар, қаншадан сатасыздар? Мысалы біздің көрермендерге қызық болады ол. И сосын жалпы мысалы толтыру жағынан қанша ақша керек соны айтып кететін болсаңыз, жаңағыдай қай жерден алынады, ол өзімізде жаңағыдай бір қалада бар ма, Чимкентте бар ма, болмаса оны Атыраудан, Ақтаудан әкелеміз бе дегендей. Газда негіз газ заводта шығарылады, бұл жежіне газ. Және үлкен фирмалармен жаңағыдай ГНС дейді, газонакопительный станциясы бар фирмалар оптовый сауда істейді. Ал 5-6 заправкасы бар ГНС жоқ кісілер, олар сол ГНС бар кісілерден алып фирмалардан, солардан арылып розничный сатады. Әр уақытта газдың бағасы құбылмалы, өзгеріп тұрады. Оны дәл қазіргі кезін айта алмаймын, қандай болатын, бірақ ол құбылмалы. Маржасы 20%-ге дейін қоясыздар үстіне. Жаңа өзгеріп құбылмалы болып өзгеріп тұрады. Қазіргі таңда қымбаттау үстінде. Получается 20-30%, 40% соның арағына маржасы, иә? Ол сезонны сатылу бойынша бұл жерден маржаны көп қоймайсың, бірақ сатылу бойынша ұтымға болады. Мысалы, көп өтім болса, соответственно, пайдаң да көп болады. Сезоны бар ма бұл негізі газ заправканың? Сезонды деп айтуға болады, себебі в основном осы Түркістан облысында жаздың кезі, жұмыстың қайнаған кезі болғандықтан расход бар адамдарда жүріп тұру керек. Сол себепті газдың өтуі сол жаз кезінде мықты болады ғой. Сізді айтып кеттіңіз, бұл газды жаңағы
үйге коюуга болот? Сол жагын айтып берсеңиз. Иә, біз бұл газдан мысалы Қазақстанның кейбір өңірлерінде газдың проблема, газ бармаған жерлер бар, ыңғайсыз жерлері бар, документ дұрыс емес жерлері бар. Сол себепті біз газ қондыра аламыз, газ жоқ жерлерге. Олда да осы система, осындай бочка қойылады, газға арналған бочка. Оған разрешение керек пе жалпы өкметтен? Иә, кез келген газ несіне ол разрешение керек. Ол опасный объект болып табылады, қауіпті объект. Себебі бұл сосуд под давлением. Ішінде қысымы бар бочка болып салынады. Бұның жердің астында көмігі де болады негізі. Иә, жердің астында көмігі де болады, көмбегі де болады. Мынау газ заправкалерде ол көмілу керек. Негіз газ заправкалерде көмілмейді. Ал жаңағы үйлерде көмілу керек. Жалпы достар, тағы да бір керемет бір құпиямен бөлісті бәке. Жалпы егерде сіз тауда тұрсаңыз, болмаса да жаңағыдай газ жоқ жерде тұрған болсаңыз, осындай газ установить етіп үйіңізге пайдалансаңыз болады. Жалпы дәл осындай система, енді бочкасы сәл кішіректеу болады, бірақ осындай системамен үйіңізге газ жаңағы орнатып, үйіңізде отопление, болмаса жаңағыдай тамақ пісіруге газ, жаңағы пропандар қоюға болады екен. Керемет. Система туралы айтып кетсеңіз де бәке, мынау мотор жақтарынан барлығын. Бұл жерде моноблок бочкадан тұрады, газ бочкадан. Ішінде газы болады. Ол газдың уровенін көріп отыратын уравномері бар. Сосын предохранительный клапан бар, сақтандыру клапаны. Және манометр болады. Газдың давлениесін бақылап отыратын қысымын манометр болады. Және де арматура, запорный арматура дейді. Жаңа ашып жабылатын, өзін реттеп отыратын клапандары болады. Одан кейін фильтр, газ таза күйінде тұтынушыға берілу үшін фильтр қойылады, және насос. Насос газды мына бочкадан тұтынушының бочкасына кішкентай бочкаға айдайды. Және есептің бәрі колонка арқылы жүргізіледі. Колонка литражбен немесе сомамен құйып береді. Бұның ішінде өзінің миы бар, контроллер. Сол арқылы есептеп, өлшеп. Системасы бар ғой? Иә, системасы бар. Мынау пистолет енді, пистолетпен сол. Жалпы көбісі негізі клиенттер десек болады да, машинаға газ орнатуға негізі қорқады. И көбісі жаңағыда атылып та кетеді. Ол неден болады негізі? Газдың өзінің ережесі бар. Ол мысалы кез келген емкісті толтыруға болмайды 100%. 85% толтырып орын қалдырады. Расширение болады газдың. Мысалы күн ыстық кездерде газ ұлғаяды. Сол себепті де газды, мысалы газ баллондарды үйге қолданатын. Оларды заправкалерде құюға болмайды. Себебі литражбен емес, килограммен құйылу керек. Арнайы мөлшермен, өзінің несімен. Ал мысалы автокөліктерде оларда предохранительный клапан болу керек и уровень болу керек. Сол уровеньмен құйылады. Өзінің арнайы поплавок дейді, поплавокпен құйылады. Өз толған кезде ол соответственно тоқтайды өзі. Құрметті достар, жалпы бұл керемет бизнеспен бүгін таныстырып кеттік. Мысалы ретінде енді маржасын айтып кетсек, бір күнде мысалы 500 мың теңге сауда істесеңіз, енді жалпы 20% сізге пайда жаңа маржа қалатын болады. Досжан, жалпы керемет қазір сұхбат алдық. Мен өзі маған бір инсайт жаңағы не болғаны, бұл газ установканы өзі жаңағыдай үйге де орнатуға болады екен да. Мысалы біз енді газ бармаған жерге осыны установка жаңағы егерде разрешение алсаң, осыны установка жасауға болады екен. Ал ол мысалы бір газды толтырған кезде ол қанша күнге жетеді екен? Енді негізі бір жылға жетеді да. Енді емкіске байланысты да. Емкіске байланысты. Енді толтырғанда. Мысалы бір пропан, мысалы баяғыда газ жоқ кезде бір кішкене газ баллон бізге мысалы бір айға жетеді да, я бір ай жетеді. Үлкен газ баллон 2 айға жетеді. Дұрыс па? Мынаны бір толтырып қойсаң, значит, отопление газ бармаған жерлерге, тойханаларға, үйге деген сияқты, коттедждерге деген сияқты, значит, үлкен осындай баллондарды орнатып, 2 тонналық, 3 тонналық егерде баллон жаңағы орнататын болсаңыздар, онда жаңағы бір жылға сіздерге жететін болады. Достар, сіздерге жаңағы тағы да бір қандай бір қызықты видео керек болса, жаңағыдай бізге комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер үшін іздеп осындай бизнес құпиялармен бөлісетін боламыз.